Евней Арыстанұлы Бөкетов 1925 жылдың 23 наурызында солтүстік Қазақстан облысының Бағанаты ауылында дүниеге келген. Әкесі Арыстан малшы шаруа болған, ет-тіршілікпен айналысқан, кейіннен колхозда, совхозда жұмысшы болып істеген. Ал шешесі Балтай үй шаруасы және балалар тәрбиелеумен айналысқан. Марьевка ауылында мектеп табалдырығын аттаған бала Евней 1941 жылы 9 класты бітіргеннен соң мектептегі оқуды тоқтатуына тура келеді. Сөйтіп ол ауылдық мектептерде мұғалім болып жұмыс істей бастады. 1945 жылы Евней Бөкетов Алматы қаласына келіп, осындағы Қазақ кен металлургия институтының металлургия факультетіне оқуға түседі. Сөйтіп оны 1950 жылы бітіріп шығады. 1951-1953 жылдары Евней Арыстанұлы Бөкетов өзі бітірген институттың аспирантурасына оқуға түсіп, 1954 жылдың шілде айында Қазақ КСР ғылым академиясының металлургия және кен байыту институтының біріккен ғылыми кеңесінде молибденді бөліп алу, оның химиялық анализі мәселелері бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғап шықты. 1960 жылы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың ұсынысы бойынша Евней Бөкетов Қазақ КСР ғылым академиясы Қарағанды қаласындағы химия металлургия ғылыми зерттеу институтының директорлығына тағайындалады және осы қызметте 1972 жылдың наурызына дейін қызмет атқарады. Евней Арыстанұлы 1972 жылдың наурыз айында Қарағанды қаласында ашылған республикадағы екінші университеттің тұңғыш ректоры болып тағайындалады. Осы қызметте ол 1980 жылдың қаңтар айының ортасына дейін істейді. Университеттегі ректорлық қызметтен босаған соң Евней Арыстанұлы Бөкетов 1980-1983 жылдары, яғни өмірінің соңына дейін Қазақ КСР ғылым академиясының химия металлургия институтында аға ғылыми қызметкер, лаборатория жетекшісі болып қызмет істеді. Ол басқарған ұжым 5 бірдей авторлық куәлікке ие болып, Канада, ақш, Австралия, Швеция, Франция, Германия, Жапония, Италия тәрізді елдер патент тапсырған. 1969 жылы мыс рудаларын жинақы өңдеу технологиясын зерттеп, Балқаш кен металлургия комбинатына ендірген үшін Евней Арыстанұлы Бөкетовке КСРО мемлекеттік сыйлығы беріледі. Бөкетовтың бұл жаңалығы Ресейдің Урал электр мыс комбинатында, Жамбылдың фосфор, Теміртаудың карбид зауыттарында қолданысқа енгізілген. Евней Арыстанұлы Бөкетов әдебиет саласына да ерте араласқан. Әлемдік классиктер Владимир Маяковскийдің «Хорошо» поэмасын, Уильям Шекспирдің «Макбет» және Юлий Цезарь трагедияларын қазақшаға аударған. 1991 жылы тамыз айында Қарағанды мемлекеттік университетіне оның алғашқы ректоры Евней Арыстанұлы Бөкетовтың есімі берілді. Сонымен бірге Қарағанды қаласының оңтүстік шығысындағы Гүлдер атты шағын ауданындағы бір көшеге Евней Бөкетов аты берілді. 2006 жылы 14 желтоқсанда Евней Бөкетовтың туғанына 80 жыл толуына байланысты Қарағанды мемлекеттік университеті алдындағы алаңға ғалымға ескерткіш орнатылды. Ескерткіште академик дәріс кафедрасына оң қолын тіреп, ойлы көзбен бүгінгі жас ұрпаққа мерейлене қарап тұр. Тұлғаның биіктігі 4,5 метр. Тұғыры қызыл граниттен жасалған. Ескерткіштің жалпы биіктігі 7 метрге жуық.